Аудиторияға енгеннен Күмісай күйеуге тиіпті, бүгін кешке тойға шақырды. Не апарамыз? Қаншадан жиналамыз? Не киеміз? Сен маған ана қызыл көйлегіңді бере тұршы, Сәния. Сен туфлиіңді бере тұр онда. Дескен қым-қиғаш әңгіменің үстінен түскен Динараның іші қылп ете қалды. Ақыры сол бай жігітке тиіп алдау, үндемей жүріп деп, ішіндегі қызғаныш деген қасқыр ұлып қоя берген. Онысымен қоймай сояудай тырнақтарымен тіліп-тіліп жібере ме? Тұз жалағаннан бетер іші аши берді. Негізі Мұқанды бұл бірінші боп ұнатып еді-ау, сол кинотеатрдың кіре берісінде. Ал ол болса топ қыздың ішінен үндемейтін, қарапайым ғана Күмісайды ғана көре қалды емес пе? Бетіне жасанды күлкіні іліп алды да, көбеюімізбен той нешеде? Деп жарқын-жарқын сөйледі. Тойдың сағат 8-де қаладағы ең тамаша қонақ үйдің мейрамханасында өтетінін естіді. Той көрмегендей топтағы қыздардың бірі де қалмастан барды. Бәрі шетінен сұлу, жасанып, таранып, сыланған. Сыпайы сөйлеп, сылаңдап жүргендерінен құдды әртіс екен деп қаласың. Қойшы әйтеуір, бәрі бір-біріне тамсанып тұрғанда асаба қос аққуды ортаға шақырды. Аппақ көйлегі көлдей болып, ортаға Күмісай жарқырап шыға келгенде құрбылары аһ ұрған. Алақандай көздерінен қуаныш төгіліп, белі үзілердей, керемет көйлегі құйып қойғандай боп тұра қалған сұлу қыздың жүзі бұрынғысынан да айрықша сұлуланып кеткен еді. Динара жақсылап сілтеген, бар ойы тойдың берекесін кетіру болған. Оған ешкім мән бермегесін, ол ойы жүзеге аспады. Бір үзілісте Күмісай бұларға алғыс айтпаққа жақындаған еді. Сөз арасында қайның жоқ па? Деп әзілдеп сұраған болды. Қайнағасы бар екенін білді. Оның үстіне бойдақ. Динара қуанып кетті. Тез есін жинап, қайсысы және кім екенін білмекке ұмтылды. Көрді. Алып бара жатқан керім болмаса да, түр-тұлғасы келіскен жігіт екен. Атының Ерхан, жеке заң фирмасында заңгер болып жұмыс істейтінін білді. Астындағы машинасы да жаман емес. Той тарқап жатқанда Динара асықпады. Күмісай мұны қатты сыйлайтын. Өжеттігін, қандай жағдайдан да топты алып шығатынын жиі үлгі ететін. Мені сенімді кісіге тапсыр, аздап маспын дегені сол еді, жолы болып-ақ кеткені. Ерхан апарып тастайды. Болды, деді. Құрметті тыңдарман, егерде әңгімені тыңдап отырған болсаңыз, каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Тілі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады. Қазақша каналдарды қолдаңыздар. Ерхан тым салмақты жігіт екен. Оның сұрағына жауап бергені болмаса, артық сөйлемеді. Есікті ашуға айналғанында бұл қолындағы моншағын шешті де аяқ астына тастай салды. Сау болыңыз. Біздің подъезд қараңғы еді. Онда қазір. Жүріңіз. Масайған түр көрсетіп, аяғын тайдырып, әдейі сүрінген. Жігіт шап беріп ұстай алды. Одан сайын болбырап жүре алмайтын ыңғай көрсеткесін, оны жігіт бір қолымен иығынан орай құшақтаған. Керегі де осы еді. Солай екінші қабатқа көтерілді. Қоңырауды баспай тұрып, Ерханға рахмет айтып, қолынан ұзағырақ ұстап қалды. Ол болса масандыққа санады ма кім білсін, жақсы деп кете берді. Динараның күткені ол да мені ұзағырақ жібермесе, бетімнен сүйіп алса да артық емес еді болатын. Мейлі, уысыма түсерсің бәлем, деді Динара. Уақыт сырғып өте берді. Соңғы курстың машақаты көп, диплом жазудың өзі бір төбе. Бұл уақытта аяғы ауырлаған Күмісайдың күні топ старостасы Динараға көп түсетін. Ол ренжімеді, қуанбаса. Ретін тауып Күмісайдың үйіне де барып қайтатын. Аумағы ат шаптырым жерде орналасқан, ақ мәрмәрленген, ауласы бар зәулім үйден үлкен арманмен шығатын. Ерханның шығуына қарай ыңғайланатын үнемі. Бірақ ол мінезі солай ма, түр бермейтін бұған. Бір күні Күмісай бұны қонуға шақырды. Ата-енесі Турцияға демалуға кеткен екен. Күйеуі іс сапарда. Қайнағам да кеш келуі мүмкін деді. Қасымда бол деп өтінген. Динара құстай ұшты.
бүкіл жан-тәнімен құрбысының дипломдық жұмысын қарап, талдап, жіліктеп түзеп берді. Ол да риза боп жүр. Ет асыпты. Сәл кештетіп қайнағасы да келген. Аздап жұтып алған. Бұрынғыдай емес, Динарамен әзілдесіп қояды. Жертөреге түсіп қымбат шараптың бірін әкелді. Тамақ ішіп отырып Динара екеуі шараптан сімірді. Күмісай құрбысының жанына жатты. Аяғы ауыр болғасын ба, әлде шаршағаннан ба, Күмісай тас болып ұйықтап қалды. Әрі-бері дыбыстаған Динара аяғының ұшымен жүріп барып, бетін суық сумен жуды. Асханаға барып шырын ішті. Қолында баяғы өзі тастап кеткен моншағы бар Ерхан келді. «Шыныңды айтшы, не ойың бар?» деді төтесінен. «Мұндайды күтпесе де қыз. Сені ұнатқасын, сені көру үшін осы үйге келемін» деп салды. Таңмен таласып Динара Ерханның бөлмесінен шықты да орнына кеп дым болмағандай жата қалды. 2 айдан кейін Ерхан мен Динараның тойы болды. Күмісай аң-таң, дегенмен қуанып жүрді. Бәрі тамаша еді. Дипломдарын қолға алды қос келін. Динара бірден жұмысқа орналасты. Артынша Күмісай босанып ұлды болды. Мұқанның төбесі көкке бір елі ғана жетпей жүрді. Аста-төк той жасап, бәрінің көңілі ұл тапқан келінінде болды. Бәрі бәйек. Ауыр көтерме, Динара апарсын. Суық су ішпе. Динара, жылысын әкел. Мұндайды Динара көтере алмады. Ішіндегі қызғанышы ұдай түсті. Барып Ерханның миын жеді. Сенің кесірің. Бөлек кетпедік әне. Не көтере алмаймын, денсаулығым жоқ. Ішесің сен де, әкеңнің ақысы бардай. Жай ғана заңгерсің. Ініңді қарашы, бір мекемені басқарып отыр. Ерхан үндемеді. Бұл қылығы ашуын одан бетер қоздырды. Қойшы енді, қарасаң өзіңнің құрбың ғой, өзіңнің келінің. Оны зор, мені қор санайды бұлар. Қой деймін. Не істейсің енді қоймасам, деп күйеуінің жанына жетіп барған Динараны Ерхан итеріп жіберді. Жазым аяқ астынан деген. Динара бөлменің ортасындағы шыны үстелге басын соға құлады. Жедел жәрдем алып кеткен келіннің басын тіккен хирург оның ішіндегі 2 айлық баласының да түсіп қалғанын жеткізді. Ерхан өкініштен бармағын шайнады. Осы жайттан соң Динара күйзелістен бе, әлде сол аты өшкір қызғаныштан ба, реті келсе Күмісайды мұқатып қалып, ренжітіп қоюды әдетке айналдырды. Күмісай бәрін күйзеліске итере салып, артынша ренішін ұмытып жүре беретін. Енесі де мұның ыңғайына жығылып, екеулеп Күмісайға жабылатын. Бір күні Динара қайнысы Мұқанды шақырып алып, жұмыстан ала кетуін өтінді. Ойында түк те жоқ. Ол келді де, жеңгесі мен әріптесі Руизаны ала кетті. Динара жолда сауда үйінен алатын нәрсесі бар екенін сылтауратып түсіп қалды. Руизаны Мұқан үйіне дейін апарды. Даусын сиқырлап, көзін ойнатып болар емес. Мұқан біртүрлі болып қалды. Қуыршақтай жасанған сұлу келіншек бұл сұрамаса да өмірін жайып салды. Мән бермеген болды. Қоштасып кете берді. Осындай аяқ асты кездесу мен шығарып салулар тым көбейіп кетті. Бәрі Динараның жоспары. Тым тез жүзеге асып та кетті. Кешкі ас кезі. Сырттай қараған жұртқа тым үлгілі, тату отбасы тып-тыныш қана тамақтанып отыр. Бірақ іштей оймен арпалысқан Динара бұл тыныштықты бұзды. Мұқан, мекемеңе есепші керек деп жүр едің ғой. Руиза сенің қарамағыңа баруға құштар, деп жұмбақ күлген. Күмісай селк ете қалды. Бөтен келіншекті күйеуі қалай тануы мүмкін, деген ойлар жүгіріп өтті. Сыр бермеді алайда. Сабырмен баласына шырын құйып берді. Мұқан жөткірініп барып, келсін, сынақ тапсырсын деген болды. Қойшы, сынағы несі? Анандай Барбиді айқайлап жұмысқа алуын керек қой. Тамаша келіншек, өзін керемет күтеді, деп әңгіме бастай берген Динараны атасы сұлулығына қарап алса, жұмысты кім жасайды? Айналайын, араласпа, Мұқан өзі шешеді, деп тыйып тастады. Әр көрген сайын көзін мөлдіретіп, ернін дірілдетіп, сан сиқырланған келіншектің қылықтары расында Мұқанның есін алып жүрген. Қыр түлкісіндей құлпырып, бұлаң жүрісімен елітіп, ертеңіне Руиза келді.
Түйіндемесін бергелі келген келіншектің еңкейгенде аппақ омырауы көрініп, Мұқанның есі кетті. Ұзын сөздің қысқасы жұмысқа қабылданды. Ананы-мұнаны сұраған, қол қойдырып мөр бастырған боп жүріп, әккі әйел бастығын үйіне рахмет шайға келуге көндірді. Түскі ас деп ұжым тарағанда екеуі бірге соңынан шыққан. Сол күні олар мүлде жұмыста көрінбеді. Өмірдің иірімдерінен тұншықпай шығуды әлдеқашан үйренген Руиза не нәрсе болса да жол тауып кететін. Жұмысына да бұрынғыдай бармайды. Басекең жауап береді, деп бас бухгалтерді қорқытатын. Бүкіл дегенін жаймендеп Мұқанға орындата берді. Әшекейдің түр-түрі, киімінде де қисап жоқ. Жылына 2 рет саяхаттау. Осылайша арада зу етіп 3 жыл өтіп кетті. Күмісай бұл күнде бір ұлдың артынан бір қыз босанып алған. Әбіржіп шаршап жүрді. Бұрынғыдай емес, күйеуінің мүлден суып кеткенін сезіп жүрген Күмісай аңдуды ойламаса да іштей мүжіле берді. Енесі де немерелерден шаршап кеткенін астарлап жеткізетін де отыратын. Атасы ғана бұның жағдайын ойлайтын. Бір күні, Күмісай, сен менің ең адал, ең тамаша баламсың. Айналайын, міне саған деген сыйлығым, деп атасы қаланың элиталы ауданынан жуырда ғана сатылымға шыққан 4 бөлмелі үйдің кілтін шайдың үстінде ұсынды. Бәрі таңданыстан үнсіз қалды. Әдеттегідей Динара ғана шар етіп, кінәм не, бала таппағаным ба, деп бастады. Тәйт көргенсіз, келгелі Күмісайдың кімнің болса да бетіне келмей, тек адал жағынан қызмет көрсетіп жүргенін сен жақсы білесің. Тілімді қышытпай отыр. Атасына ұнатпай қараған Динара іші жарылардай боп дыбыссыз жылап отырды. Бөлек шық дегенің бе, әке? Деді Мұқан. Иә балам, сенің әйелің сабырлы ғой. Бағаласаң ұшпаққа апарады. Сол кездегі әке сөзін түсінген Мұқан бар ма? Бөлек шыққасын әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Тіптен есіріп үйге қонуды мүлдем ұмытқандай. 2 баласының басынан сипап, әйелімен шай ішіп, шүйіркелеспегелі қашан. Тегінде өкпе арту, ренжіп мұңын шағуды білмейтін Күмісай байғұс бүкіл уайымын ішіне жұта берген. Әке, шеше, ата, ене, қайнаға, абысын, ұл қызына, Құдай-ау, тіпті өз жарына да өкпелеп сырын ашпапты. Бір күні өлердей мас болып келген Мұқан шешінбестен төсекке құлаған. Алпамсада еркекті аударып төңкеріп жүріп таза киімдерін кигізді. Жуып алайын деп киімдерін сілкіп еді, еденге тұз шашылды. Мұнысы несі? Деп аяқ киімін қарап еді, оның ішінен де тұз тапты. Кімге айтып, кімнен сұрарын білмеді. Анасына айтып уайымдатқызғысы келмеді. Ертеңіне күйеуінен сұрады. Ол иығын қиқандатты. Тұңғыш рет даусын көтеріп, қайда қонып жүрсің, деген. Басымды қатырма, өстіп шалқып отырғаны менің арқам, деп басталған күйеуінің дөрекі әңгімесі көргім келмейді сені, деумен аяқталмасы бар ма? Осы тұста момын Күмісай жанартаудай атылды. Талай түн жасты құшақтап жылағаны, балалар ауырғанда өзінің ғана қиналып, мұның телефон көтермегені, бәрін айтып салды. Мен басқаны сүйіп қалдым, Күмісай. Не? Жүрегіне мың сан ине сұққандай, ауыр сезімді бастан кешіп тұрған Күмісай бар бәленің Динарадан келгенін сонда ғана барып түсінді. Әлгі есепшің бе? Біліп бедің? Мейлің. Есеңгіреп тұрған келіншек сарт еткен есік даусына селк етті. Есін жинап балаларына жеткен. Олар алаңсыз бөлмелерінде ойнап отыр. Әкелері жоқ. Стөл үстіндегі телефонына көзі түсті де дереу ақтарды. Түрлі әлеуметтік желіге тіркеліп алған күйеуі бейне бір бөтен кісідей. Түрлі мейрамханада, шет елдерде түскен суреттерін жариялапты. Бірде-бір балаларының не мұның суреті жоқ. Күйеуіне тамаша пікір қалдырғыш біреудің парақшасына кіріп көрді. Сылқым сұлу екен. Олайда былай түскен. Тым жалаңаштанған фотолары көп-ақ. Сырғытып қарап тұрып, тоқ соққандай тұрып қалды. 27 маусым 2018 жыл. Біздің бірге жүргенімізге 3 жыл.
«Жаным, я тебя люблю, сен бәрібір менікі боласың» деген посттағы фотода мұның Мұқаны бөтен әйелді құшақтап тұр. Тұманданған көзін қайта уқалап, Күмісай тағы да қарады. Дәл өзі, Мұқан. Сол күні футбол көруге кеттім деген. Телефонды тастай салды. Күл парша боп сынған дүние мұның сезіміндей мың-сан сыныққа айналып кеткен. Құрсаулауға да келмейтін сезім еді. Сатқындық. Не деген жаман атау. Сол кеткеннен күйеуі оралмады. Атасы күніне бір рет келіп кетеді. Сылтауы немерелері болса да, келіннің жай-күйін бақылап кететін. Іштей аһ ұрса да, қолынан келер қайран жоқ. Бар бітіргені үйдің құжаттарын бір жола өзінен Күмісайға аударып берді. Көмегі балаларды балабақшаға орналастырды. Күмісай өзінің күшімен сынақтан сынақ тапсырып жүріп, өзі армандаған жерге жұмысқа орналасты. Ал Динара болса, өз ісіне әуелде масаттанып масайрағанымен артынан қатты өкінді. Отау тіккендеріне бірнеше жыл болса да, бала көтермеген Динара мен Ерхан қай жерде көріп кел, тәуіп, бақсы бар болса, түгел аралады. Бәрінің айтатыны, сен бейкүнә жанның обалына қалдың, ол сені кешірсе ғана бала сүйесің, деді. Бұл көкбеттікке салынып, біраз мойындамай жүрген. Күйеуі де мұның бұрыс істерінен хабардар болып, қатты ренжіді. Мүлдем назарсыз қалып, дәл Күмісайдың кейпінде қалды. Өзінен өзі жиналып барып, Күмісайдан кешірім сұрады. Иттігін мойындады. Мұқанның киімдеріне түс салып дуалауды да өзі жасатқанын жайып салды. Күмісай кешіргенімен өзін мүлде көргісі келмейтінін жеткізді. Бұрынғы адуыннан жұрнақ та жоқ. Динара сүмірейіп, сүйретіліп үйден шықты. Алланың құдіреті шексіз ғой. Көп өтпей абысыны жүкті боп қыз тапты. Қызы 2-ге толды деген күні атасы мен күйеуі мінген көлік қарсы бағытқа шығып кетіп, орны толмас ауыр қаза орын алды. Динараның сол кездегі сөзі: өзіме мүлде шаруасы жоқ, Күмісаймен арпалысып, Мұқаннан айырып жүргенде, Құдай өзімді күйеуімнен айырды ғой. Өмір бумеранг дегені рас екен, деді. Атам мен Ерхан қайтқасын, енем мені жек көріп кетті. Екеумізге үлкен үйдің қажеті жоқ, оның үстіне шығыны да көп деп сатып жіберді. Атам бірдеңе сезген бе білмедім. Өзінің кәсібін Күмісайға заңдастырып кетіпті. Ол бас тартпады. Дөңгелетіп әкетті. Енем екеуміздің үлесімізді салып тұрды. Бірақ енем маған түк татырмады. Атымды да атаған емес. Келін деп қана шақырады. Өз ісіме қатты өкінемін. Мұқан да жетіскен жоқ. Оралғысы-ақ келген. Бірақ Күмісай жібімеді. Жолатпады. Рузиясы одан да қомақты табыс табатын біреуді тауып, Мұқанды отырса опақ, тұрса сопақ етіп, түртпектеп ақыры кетірді. Рузияның ойы пәтерді иелену болған екен. Атамыз алдын орап кеткенін ұнатпаған ол, Мұқанды жан-жақтан ақша алдырып, тақырға отырғызыпты. Қазір қайным жатақханада бөлме жалдап тұрады. Шені төмендеп қалған. Күйі кеткен. Үйге келсе шешесі тез кеткенін қалап тұрады. Қазір үйде енем мен қызым үшеуміз ғана. Енем, немерем болмаса сені бір күнде тұрғызбас едім, деген сайын жаратқаннан көзімнің жасы сел болып, өз күнәларым үшін кешірім сұраймын. Ешқашанда біреуге жамандық жасамақ түгілі жаман ойда ойламау керек екенін енді ғана ұғындым. Өкінемін, алайда бәрі тым кеш. Әңгіме авторы Анжела Дабысбекқызы. Құрметті тыңдарман, егер әңгіме ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелмеген болсаңыз тіркелуіңізді сұраймын. Мені қолдаған әр оқырманға мың алғыс.